Мен сіздерге бүгін интернет арқылы ақша табуға мүмкіндік беретін сондай бір сервистердің бірінің жұмысымен таныстырмақпын. Бұл сервис Kvarduk-Pay деп аталатын сервис. Ақпаратты тауарларды, яғни айтқанда электронды кітаптар немесе аудио-видео курстарды, сабақтарды сатумен айналысатын сервис. Бұл сервиске тіркелгеннен кейін сіз осындай аккаунт аласыз. Мынау менің аккаунтым. Бұл сервис арқылы сіз өзіңіздің егер сондай электронды тауарларыңыз немесе аудио-видео курстарыңыз болса, соны сатуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Сервис сіздің тауарыңызды сатуға делдалдық қызмет атқарады. Сондай-ақ сервис арқылы сіз ешқандай ақша салмай, өзіңіздің инфотоварларыңыз болмаса, реферал болып, партнер болып, әріптес ретінде ақша табуыңызға сізге мүмкіндік болады. Мен бұл сервиске әріптес ретінде қатысып, аздап ақша тауып жатырмын. Бұл арада сіз өзге адамдардың, инфобизнесмендердің жаңағы электронды кітаптарын немесе аудио-видео курстарын сататын боласыз. Сол арқылы сіз жаңағы комиссия алып отырасыз. Комиссия 50%-дан жоғары болады. Кем дегенде 50%, тауардың 50% болмаса одан да жоғары ақшаны сізге төлеп отырады. Мынау менің аккаунтым. Мен сізге қазір кішкене жұмыстарымен таныстырып өтейін. Ең бастысы, сіз тіркелгеннен кейін сізге бірден партнер ретінде өзіңіздің ссылкаларыңыз болады. Тауарларды сатуға, инфотоварларды сатуға кірісуіңізге мүмкіндігіңіз бар. Бұл үшін сіз мынау каталог дегеннің, мысалы топ 5 деген бар, мысалы жоғары жағында. Яғни айтқанда, бір аптада сатылған тауарлардың ішіндегі ең 5 үздік тауар. Сол тауарларды қарап, мысалы, солардың ішінен бір инфотоварды таңдап алып, сіз сатуыңызға болады. Мінекей мынадай бет шықты. Осының ішінде, мысалы, 5 үздік товар. Мінекей заработайте на 80 рублей в час дейді. Бизнес-система дейді. Бағасы 60 рубль дейді. Бағасы өте төмен. Дегенмен қазір инфобизнесмендер мұнда көбінесе сол бағасы төмен тауарларды қойып жатыр. Өйткені жұрттар сондай арзан тауарларды көптеп сатып алады. Сіз осы товар сату арқылы 30 рубль табады екенсіз. 30 рубль табасыз. Жартысын, яғни айтқанда, товардың бағасын жарты күнін табасыз. Мінекей мына жерде сіздің әріптестік жаңағы ссылкаңыз бар, сілтемеңіз бар. Осы сілтеме арқылы сіз тауарды жарнамалауыңызға болады. Міне мынадай тауар бар. Осы инфотоварды сатып алу арқылы осындай жолмен ақша табуыңызға болады деп. Соның астына бұл туралы толық ақпаратты мына сілтемеден аласыз деп, астына өзіңіздің сілтемеңізді қойсаңыз, сол сілтеме арқылы кіріп ақша төлеген барлық адамдар сіздің клиентіңіз болып саналады да, содан ақшаны сіз түсесіз, ақша сізге түседі. Біз енді мынау перейти на сайт дегенді басып көрейік. Қазір бұл қандай товар екен, инфотовар екен, қазір қарап көрейік. Сіз осы инфотовармен жан-жақты танысып, оның сол туралы жазбаларды, видео, аудио ақпараттарды алып пайдалануыңызға болады. Мінекей мынадай бет ашылды. Товар туралы толық ақпарат осы бетте жазылған. Осы сайт арқылы сіз көптеген ақпаратты алуыңызға болады. Товардың, яғни айтқанда, мынада жазып қойыпты. Бары да автоматтандырылған жүйе дейді. Бұл ақша табу жүйесі тәулігіне 1920
рубльден бастап көп, одан да жоғары ақша табасыз дейді. Бұл товардың сату үшін жаңағы сайттан сіз өзіңізге қажетті ақпараттардың бәрін алып, мынау сіздің өзіңіздің сілтемеңіз. Мінекей осы сілтемені сіз мінекей ваша реферальная система для заработка партнерской программы дейді. Міне осыны көшіріп алып, сіз осы сілтемені жаңағы әлеуметтік желілер арқылы немесе тегін жаңағы жарнамалық тақталар арқылы жұрттарға ұсынуыңызға болады. Осы сілтеме арқылы кірген әрбір адам, егер ол товарды сатып алатын болса, ол сіздің клиентіңіз болып саналады да, сіз содан комиссия алып отырасыз. Мына астында басқа да көптеген товарлар бар. 5 мынау ең үздік товар, осылардың біреуін таңдап алуыңызға болады. Болмаса сіз мынау каталог дегеннен барлық товарлардың тізімін қарап, мына жерден сөйтіп солардың ішінен таңдап алуыңызға болады. Бұдан бұл жүйенің, бұл сервистің бір артықшылығы, бұнда ақша сізге бірден беріледі, және ең төменгі 50 рубльден бастап ақшаны шығарып алып кетуге болады. Мен бұл сервисте бір 3 айдай жұмыс істеп келе жатырмын, аздап. Мынау менің сатқан товарларымның тізімдері. Бұнда барлық статистика нақты көрсетілген. Мой счет дегенді қазір ашып көрейік. Бұнда тапқан ақшамның туралы барлық мәліметтер осында көрсетілген. Сіз ақшаны кез келген уақытта шығарып алып кетуіңізге болады. Мысалы, мен мынау общий реферальный доход дейді, мына жерде көрсетілген. Мына ақшаны шығарып алып кету үшін мінекей мына жерден мысалы интеркасса дейді, окпей дейді, випмани, паумент дейді, сондай түрлі сервистерді көрсеткен. Сол сервистердің кез келгені арқылы мына жерге өзіңізді сомаңызды қойып, вывод средства дегенде бассаңыз, өзіңіздің тапқан ақшаңызды алып кетуіңізге мүмкіндігіңіз бар. Жалпы бұл өте жақсы жұмыс істеп тұрған сервис. Сіз осы сервиске тіркелу арқылы ешқандай ақша салмай, жақсы ақша табуыңызға болады. Сервиске тіркелу сілтемесін сіз осы видеоның астынан табасыз. Тіркелу өте жеңіл. Тіркелгеннен кейін сіз бірден партнер ретінде өзіңіздің сілтемелеріңізді аласыз. Әрбір товардың жанында, инфотовардың жанында сіздің партнерлік сілтемеңіз тұрады. Соны көшіріп алып, сол сілтемені жаңағыдай әлеуметтік желілер арқылы, басқа да жарнамалық сервистер арқылы таратып, клиенттер тартуыңызға болады.